Ассалаумағалейкум, құрметті оқырмандар. Бүгін бізде 19-шы бөлім бастаймыз. Осы жол белгісінен өткеннен кейін көлік құралдарының қозғалысын қандай ара қашықтықта жалғастыруға рұқсат етіледі? Енді бұл бізде тыйым салу белгісі. Бұл белгіде 70 метрден кем емес жүру керексіздер. 70 метрден алыс жүру керексіздер. Көлік пен көліктің арасы. Жасыл автокөліктің жүргізушісіне қиылысты тікке өтуге рұқсат етіледі ме? Бұндай да сұрақтар бар. Әрине, алдымызда кептеліс болып тұр, сондықтан бізге жүруге тыйым салынады. Қызыл автокөлік жүргізушісі қиылыстан өтер кезінде жол береді. Талқылап жіберейік. Мысалы, бізде қиылысты аламыз. Себебі астында бізде басты жолдың бағытын көрсетіп тұр. Басты жол бізде оң жаққа кетті. Енді басты жолда бізде автобус және жасыл көлік тұр. Екеуі басымды болып, бірінші жүреді. Арасында автобус бірінші, сосын жасыл көлік жүреді. Сосын бізде де дәл осындай белгі бар. Міне, басты жолдың бағыты бойынша жол беріңіз. Сонда екеуміз де жол берді тұрмыз, бірақ мен оған оң жағынан боламын, сондықтан үшінші жүрек, ол төртінші жүрек. Анимацияны қарап өтейік. Ақ автокөлік жүргізушісіне көрсетілген жерде жолаушыларды отырғызуға рұқсат етіледі ме? Көбісі жоқ деп жауап береді, бірақ ол дұрыс болмайды сіздерде. Себебі бұл белгінің атауы тоқтап тұруға тыйым салынады, бірақ сіз тоқтауыңызға болады. Жауабымыз рұқсат етіледі. Темір жол өтпесінің алдында бұндай маневрге рұқсат етіледі ме? Әрине, рұқсат етіледі, себебі жол таңбасы бізде жоқ, тұтас таңба. Сондықтан рұқсат етіледі. Осы жағдайда жүк автокөлігіне басып озуды орындауға рұқсат етіледі ме? Тағы да бір анимациясын қарап өтейік. Міне біздікі. Екінші жолақта бізде жүк көлікпен жүруге тыйым салынады. Сондықтан сіздердің жауаптарыңыз мұнда салмақ бойынша болады. Егер сіздердің салмағыңыз 3,5 тоннадан төмен болса, онда рұқсат етіледі деп жауап бересіздер. Екі бағытты жолда қозғалу кезінде жолақтарды таңбалау болмаған жағдайда тиісті әрекет. То есть жол таңбалары жоқ жолда, сіз келе жатсыз көлікпен, қалай көлігіңізді ұстау керексіз. Онда сіздің жауабыңыз жолдың енін ескерту отырып, өз жолағының қозғалу керек дейді. Осы дұрыс жауап болады. Көз мөлшерімен қарайсыздар ғой, қанша көлік сияды. Сондықтан сіздер 4 жолақ болса, мысалы, уже қарама-қарсы көлікке шықпайсыздар жолдарына. Тайғақ жолда қандай тежеу техникасы қауіпсіз болып табылады дейді. Біріншісінде бізде ажыратқыш өшіріп, тежегіштің басқышын тегіс және толық басу дейді. Екіншісі, іліністі ажыратпай, тежегіш басқышын үзік түрде басу дейді. Әрине, мұнда іліністі ажыратпай дегеніміз, ол нейтралкаға қойып, цепленияны баспай деген сөз. Цепление, біреу муфта деп атайды. Оны баспай, тежегішті үзік түрде басу. Ол дұрыс болды. Жүргізушілердің қайсысы ережелерді бұзды? Әрине, бұл жерде көп көлікте белгі тұр, тоқтауға тыйым салынады. Ақ көлік оң жақтан озуға болмайды. Сондықтан жауабымыз екеуі де жол ережесін бұзды.
Мотоцикл жүргізушісі осы маневрді орындап ережелерді бұзды ма дейді. Әрине жол таңбасын кесіп өтті, сондықтан жауабымыз Б. Жолды таңбалауды кесіп өтіп бұзды дейді. Көрсетілген белгілердің қайсысы шлагбауммен жабдықталмаған темір жол өткелінің жақындағаны туралы ескертеді? Әрине ол бізде екіншісі. Бірінші белгіміз шлагбаумы бар темір жол өтпесі, мұнда шлагбаумы жоқ, тең мағыналы қиылыс дейміз. Бағдаршам бар дейді, реттеледі, және де басқа да қауіптіліктер дейміз. Сонда 2 болады. Жолаушыларға қозғалыс уақытында жүргізушіні алаңдатуға рұқсат етіледі дейді. Мұнда бөгет болуға деген сөз негізі орнату керек. Көлік жүрген кезде жолаушыларға бөгет болуға рұқсат етіледі ме деген сұрақ болу керек негізі. Сонда тыйым салынады дейміз әрине. Көрдіңіздер ме достар, мұнда толықтай оқу керек жауаптарын. Біз толықтай тыйым салады деп жаздық. Мұнда көлік жүргізуден алаңдатуға тыйым салынады дейді. Негізі біз дұрыс жауап бердік. Енді астында осындай подвохтар болады. Күйікке не қолдануға болады? Енді осындай медициналық сұрақтар келсе, күйікке деген сөз келсе, мысалы, қолды күйдіріп алсаң, немесе күйдіріп алсаң, жалпы да, мұнда сіз бөлме температурасындағы сумен қолданасыз. Жүргізуші бұрылыс көрсеткіштерімен қолмен сигнал беруге міндетті дейді. Енді сіз кез келген іс-әрекет істегенде, сіз мысалы поворотник дейміз орыс тілінде, бұрылыс көрсеткіштерімен, және де егер де бұрылыс көрсеткіштері сіздерде істемесе, мысалы предохранитель келіп, аккумулятор отырып қалса сүйреген кезде, онда істемейді ғой, аварийкіміз, поворотнигіміз, сол кезде сіз қолмен көрсетесіз. Қазір суретте көрсетілген. Міне осы суретте көрсетілген. Мысалы солға қосасыңдар, оңға қосасыңдар поворотник, және де тежегіш басқанда стоп сигнал дейміз, қызыл жанады, дұрыс па? Сыртқы шамдар жанбаған кезде сіздер қолмен көрсетесіздер, солға соқсаңдар, ол солға және кері қолдарыңызды көтерсеңіздер жартылай, онда ол оңға деген сөз, толықтай көтерсең төбеге, онда тоқтаймын деген белгі білдіресіз. Сонымен жауабымыз бізде жоғарыда аталған барлық жағдайларды. Бұл жағдайда жеңіл автокөлік жүргізушісі жаяу жүргіншіге жол беруге міндетті ме дейді. Әрине міндетті. Осындай сурет бар, мысалы сұрақ басқалай қойылуы мүмкін. Мұнда мысалы міндетті ма деген сұрақ қойылды. Осының орнына мәжбүрлі ма деп орнату мүмкін да. Сол кезде мәжбүрлі емес, сіз міндетті боласыздар, түсініп ма? Егер де бұл адам мысалы заңсыз жерде жүрсе, өтсе жолдан кезде сіз мәжбүрлі болып тоқтайсыз. Егер де жаяу жүргіншілер өткеннен өтсе, онда сіздер міндетті боласыңдар тоқтауға. Осындай 35 сұрақтай келуі мүмкін. Қай жерде сіздерге тоқтауға рұқсат етіледі? Елді мекен тыс жерде. Енді суретке қараймыз. Елді мекен тыс жерде тек жол жиегінде ғана тоқтаймыз, толықтай шығып. Сонда жауабымыз тек В болады. Және де құрметті оқырмандар, бүгінгі сабақ осымен аяқталды. Тыңдағандарыңызға рахмет. Лайкты басып, комментарий жазыңыздар.